Demek devam etemiz. Бүгінгі екінші темамыз bir ағзалы һәм оның қасиетлері. Bir ағзалы одночлен, яғни айтқанда. Bir ағзалы дегеніміз орысшасы одночлен. Bir ағзаны түсінбей жатқандар, енді орысшасында оқығандар көбісі. Одночлен bir ағзалы дегеніміз бұл не? Өзі айтып тұр, бір ағзалы. Яғни бір мысалы бөлшекте сан өткен болса, қазір уже алгебралық анықтамаларда әріптермен істесіп жатқан болсақ, сол сан менен әріптің өзара несі? Көймесі, яғни бөлінбесі. Мысалы үшін 7а. Бұл кім о десе, бұл бір ағзалы деп айтасыз. Себебі сан менен әріптің несі өзара көймесі. Сол 7а емес 7абс қылаймын. Ізіне бір әріміз бірнеше әріпті көбейтірсем, бәрі көбейту болса болды, не бола береді? Бір ағзалы бола береді. Мысалы үшін абс бөлінген 7. Санға бөлсе де ол не бола береді? Bir ағзалы бола береді. Ядыларыңызда болсын, мысалы үшін, сол жерде 7 бөлінген абс болса, мысалы үшін, санды әріпке бөлсеңіз, ол бір ағзалы болмайды. Түсінесіз ба? Әріпті санға бөлсеңіз, болуы мүмкін бір ағзалы. Болуы мүмкін емес, болады әлбетте. Ал бірақ санды әріпке бөлсеңіз, ол бір ағзалы болмайды. И, мысалы үшін, 7а-ның минус 2-сі десе, әріптің дәрежесі минус болса да ол не? Bir ағзалы болмайды. Түсінік па? Ертең көп ағзалы деген тема өтеміз, сол кезде осы затлар бар. Яғни, әріпке бөлсең, бір ағзалы көп ағзалы есапланбайды, һәм дәреже минус болса да ол бір ағзалы көп ағзалыға есапланбайды. Бұл затлар болмайды ондай. Түсінік па? Bir ағзалы деген сол сан менен әріптің несі көймесі. Ал мысалы үшін, т бөлінген 3 десе, ол не бола береді? Bir ағзалы бола береді. Ал бірақ 3 бөлінген т десе, әріпке бөлсеңіз болмайды. Себебі бұл жаңа өттік 3 көбейту т-ның не деген сөз мынау? Минус 1 жоғарыға ілінсе. Дәреже минус болуға болмайды дедік. Түсінікті ма? Так, одан кейін бізде де енді кішкентай модельшілер бар, жаңа үйрене алмай қалған адамдар үшін скобкаларды ашып үйренейік. Егер қосырманың алдында белгі плюс болса, қосырманы ашқан кезде белгілер не қыла береді? Солайынша тұра береді. А плюс Б плюс С болып. Мысалы үшін А плюс Б минус С болса да, А плюс Б минус С болып не қыла береді? Тұра береді. Ал егер қосырманың алдында белгі минус болса, қосырманы ашқан кезде қосырманың ішінде ағзалардың белгілері не қылады? Қарама-қарсыға өзгереді. Онда В-ның белгісі жазылмаса ол плюс А, ол не өзгереді? Минус Б, бұлам минус С. Мысалы үшін тап сауақса В минус С болса, А не болады? Минус В плюс С. Неге өзгеріп жатқанын түсініп жатсыз ба? Сен қосырманың алдында белгі минус болған үшін қарама-қарсы өзгереді. Дальше, енді қосырманы санға көбейтіп үйренейік. А плюс В плюс С көбейтіп X десе. Бұл X не қылымыз керек? Қосырманың ішінде әрбір ағзаға көбейтуіміз керек. Яғни, мынаған. Сонда, AX плюс VX плюс SX. Түсінілді ма? Так, енді бір қызық жері А минус В минус С-ны минус X-та көбейтетін болсақ. Белгісі минус та бұның. Көбейтсем, минус AX, минус пен минус көбейтсем, плюс VX, минус пен минус көбейтсем, плюс SX. Түсінікті ма? Так, кеңсі. Енді сәл құрамалы. А плюс В плюс С-ны N плюс M-ға көбейту керек. Бұл темалар, үлкен темалар алдымызда бар. Просто әзірше алдымызда шықпаса, бірінші А-ны екеуді көбейтіп шығамыз. AN плюс AM. Кейін V-ны екеуді көбейтіп шығамыз деп. Плюс VN плюс VM. Кейін үшінші С қалды. С-ны көбейтіп шығамыз деп. SN плюс SM. Түсінікті ма? Түсінікті о? Сұрау. Демек жазып аламыз. Демек давам етеміз. Бүгін бұл темамыз бойынша 27 есап бар, өзі азғантай екен. Демек керек есаптарын көріп шығамыз бастаға. Бірінші есап абой есаптан бастаймыз. Қараң, біздерде екі түсінік бар бұл жерде. Жаңа темада айтуды ұмытып кетіппіз. 3аб көбейту минус 2а квадрат b-ны стандарт көрінісіне айландырың дейді. Стандарт көрініс деген. Яғни мына екі бір ағзалыны бір сан алдындағы санларды көбейтіп ағзаларын бір формаға айландырғаннан кейін пайда болады стандарт форма. Және есапты оқып отырып стандарт форма деген не зат деп ойламаңда. Құласы айтқанда стандарт формасын мынаны есаплау керек. Түсінесіз ба? Көбейтіп. 3-ті минус 2-ге көйтсек не болады? Минус 6. А-ны А-ға квадратқа көйтсек, дәрежелер қосылады. Куб. В-ны В-ға көйтсек, болды міне? Мынау не деп айтылады екен? Стандарт формасы.
Егер бұның мына есаптың коэффициентін тау десе, коэффициент деп неге айтамыз? Коэффициент деп неге айтамыз? Коэффициент деп. Коэффициент деген дұрыс. Бір harfтің алдындағы цифрасы айтылады. Harfтің алдында цифра кім болып жерде? -6. Мысалы, аның коэффициенті не? 1. Аның алдындағы жазылмаған сан 1. Ал аның коэффициенті не? -1 болады. Түсіндіңіз ба? Коэффициент деген сол алдындағы сан. Оны есаптарды сұрап кетемін. Демек, 6-шы есап мынаны стандарт формаға айландырың дейді және. Стандарт форма айландырған сөз бұны есаплаймыз. Минус пен плюсті көйтсек, минус. Бірінші бөлшектерді көбейтіп аламыз да. Яғни дым түсінбесеңіз деп көбейтіп алың. 3-тен 2 көбейту 4-тен 3 деп. 3-лер қысқарады, 2 мен қысқарып 1/2 пайда болады. Дұрыс па? Оны наместесен сан болады. Кені алар не болады? Аның бесі болады сол. Қаяқтан шықты десе қосылды. Бұның ендігі де 3 болады, 4 болады, 1 қосылды. X-тің 3. Түсіндік па? Коэффициент не? Кім ол? -2-ден 1. -0.5 ямаса. Сорап қалған жағдайда. Түсіндік па? Давам етеміз 7-ші есап. Надай болса, анығына -6-дан 1-ді қойып, есаплан дейді. Егер есаптың сол ақуалында -6-дан 1-ді ойын болсаңыз, қиынлау болады, бұны аполястырып алайық. Кішкентай. Яғни, дұрыс. Бұл аның нешесі болады жаңа? Дәрежеде не қылады дедік? Көбейтіледі. Аның +6-сы. -2 мен -3 көйтсек плюс болады. Көбейту. Аның нешесі мынау? -3. Көбейту аның мынау -2 емес пе? Сыртылай 3-і бар, кене бөлу А бар. Ұмыт кетпен. Енді мыналар дәрежелер қосылса, 6-дан 3 алынады, кене 2-ні аласыз. Ол неше қалады? 1 қалмай ма? 1 болса, сыртында 3-і бар. Бөлу А болса, дәрежелер алынады қайтта. Аның 2-сі. А деген кім етсенде? -6-дан 1. Оның квадраты. -ның дәреже жүк болса, плюс болады. 6-дан 1 деп түсіндіріп жіберейін мерге. Кенен квадратқа көтересіз, 1-дің квадраты 1, 6-ның квадраты 36. Түсіндік ма рахат? Түсіндік па? Давам етеміз 13-ші есап -2а куб көбейту -3а. Bu yerде bir mağlumat var, juda жақсы mağlumat. Мынаны істе десе көп адам дейді да, мынау менен көбейтіп кетіп қызат қылады. Егер бір скобканың сыртында дәреже болса, обязательно сол дәрежеге көтеріп алуымыз шарт. Сол дәрежені орылап аламыз. Бірінші мынаны істеп аламыз, мынау күтіп тұрады. Демек, минустың дәрежесі тақ болса, минус еріп жүреді. 2-ның кубы 8, А-ның кубы А куб десем бола ма? Скобка аламыз, минус болған үшін. Мына куб екеуіне де тәсір етеді деген сөз, бағана айттық. Көбейту -3а. Енді көбейте береміз. Минус пен минус өтсем, плюс 8 мен 3 өтсем, 24, А не болады? 4 болады. 3 пен 1 қосылады, 4. Бұның коэффициенті кім о? 24. Түсіндік ма? Так, кейінгісі давам етеміз. Соған ұқсас есап, просто құрамалау. Дәреже бар бұл жерде. Дәреже болса не қыламыз десек? Дәрежеге көтеріп аламыз обязательно. Мынаны көтеріп аламыз, мына тұрып тұрады. Демек, мына минус 1,5 дегенді бар ғой. Бірінші бөлшекке айландырып ал, неге чөнек қыл. Минус 1,5 деген сөз минус 15 бөлінген 10. 5-ке қысқартып жіберсем, минус 3 бөлінген 2. Демек, мынаны мен ерге минус 3/2 деп жасап қояйын да. Түсіндік ма? Минустың дәрежесі жұп болса, минус не қылады? Қалып кетеді. 3-тің квадраты неше? 9. 2-ның квадраты 4. А-ның квадратының квадраты дәреже дәреже көтеріледі. В-ның кубының квадраты В6. Көбейту сыртында минус 10 болып тұра береді мыналар. То есть 100 А куб В4. Так, дальше давам етеміз. Енді плюс пен минусты көйтсем, минус 4-тен 9 мен 100-ді көйтемен. Нерді? Чөнек көйтін қалесеңіз. 4-тен 9 көбейту 100. 100 бен 4 қысқарады. 25-тен 9 көбейт. 225. А4 пен А куб неше болады? А7, В6 мен В4, В10. Міне жауап. Коэффициенті кім о? Минус 225. Давам етеміз 19-ші есап. Сәл құрамалау, харфлері көп екен. Не қыламыз бұл жерде? Бірінші, бұл жерде дәреже жоқ қорқатын. Онда өзін жазып аламын, мынаны дұрысқа айландырып аламын. Минус 9А4 В3 бөлінген 16С куб Д2 көбейту мына дұрысқа айландар. Минус 3-тен 8. С куб Д деп жазып жіберейін да ізіне. Астына А куб В квадрат. Болды. Минус пен минусты көйтсем,
plus yazılmaydı. Nani көбейтіп алың çönek қылып. 9, 16 көбейтілген 8, 3. 8 қысқарады, 3. Демек 3, 2 қалмай ма? 2-ден 3. Енді қараң, аларды қысқартамыз. Аның 3-еуменен, аның 4-еуменен 1-еу қалмай ма? Және бар ма? Жоқ басқа. Су куб солайынша кетеді. D квадраттың 1-еуменен мынау қысқарады. V квадраттың 1-еуменен мынау қысқарады. Демек алымында кім қалды? A, V жоқсы. Бөлімінде D бар. Бұған не? Осылай жоқ қалады бұған. Түсіндіңіз ба? Жазып аламыз. Демек давам етеміз. Кейінгі есап 22-ші есап. Надай берілген есаплауымыз керек. Біздерде қарасақ, скобка қаусырманың сыртында не бар? Дәрежелер бар. Соны есаплап алуымыз керек бірінші. Яғни куб деген дәреже әмесіне тиісті. 4-тің кубы сразу жазып атыз. 64. А-ның квадраттың кубы 6. Б дәрежелер көбейтіледі. Болсын. Минустың дәрежесі жұп болса минус түсіп қалады. 2-ның квадраты 4. А-ның квадраты 4. Б-нікі 6. Сау бұл. Қысқарту жұмыстар неше қалады? Кететін білеміз. 16 ген яқшы. Кетті. 2 қалады. Кетті. 3. Демек 16. А-ның 2. В-ның 3. Жоқ болғаны. Коэффициенті кім о? Давам етеміз. 24-ші есап. Жүйде майда шүйде есап. Майда шүйде болғанменен бірінші қаяқтан есаплаймыз? Ең қаусырманың ішінен бастап. Мына аяқтан бастап істейді. Бірінші асықпаймыз. Мыналар тұра берсін. 3А, 5А, минус нан істеп атпыз. 3А жаңа айттық. Минус болса өзгереді. Минус 2А, минус Б. Дұрыс па? Сөйтіп жинастырып алың. 3 алмадан 2 алманы алсам, 1А қалады. Дұрыс па? 1 деген жазылмайды алдында. Енді соны ашамыз. Мұнан 3А минус 5А, мынаумен аш. Минус А плюс Б, сау. Енді істеп ал. 3А, 5Адан 1-аны алсақ, 4А плюс Б. Енді мұнан ашамыз. 3А минус 4А минус Б, сау. 3Адан 4-аны алсам, минус 1-ақ жазылады. Минус А, минус Б. Түсінікті ма? Жүйде майда шүйде затлар, бірақ ұсы майда шүйдені білмесек, ізінде қиналып қаламыз. Сразу өтіп кетеді көп жерлер. Так, давам етеміз. Ол 26-ші есап, ақырғы есабымыз. 26-ші есабым көп шығатын проблемалардың бірі, бірақ апой есап. Демек есаплаймыз. А-ның 4-і, А-ның нешесі болады бұл? 18. Асықпай есаплап ала береміз. А-ның нешесі болады? 15. Дәреже көбейту болса дәреже не қылады? Қосылады. Неше болады? 22. А-ның 15. Мынау не деген сөз? Бөлу болса дәрежеде не қылады? Нешеу қалады? Мә түсінбесе жазып берейін. 22-ден 15 аламыз. А-ның 7-сі қалады. Коэффициент не? Жоқ болмайды, 1 болады. Жазылмаса 1 болады. Түсінікті ма? Демек осының менен бүгінгі алгебралық аңлатпалар һәм бірағызалар темамыз жұмақланады. Демек кейінгі сабақларда ізіндегі темалар давам ете береміз. Не деп кептер шығады ұшып, о.